бізде жаңа достар, бұл бізде егіздер болады, яғни екінші серия. Достар, одан алдың бір серияны көрмеген болсаңыздар, көріп кетіңіздер, өте қызықты. Достар, негізінде мен бірінші бөлімнің соңында айтқан болатынмын, 20 лайк жинаса екінші бөлім шығады деп, бірақтан білемін 20 лайк жиналмайды, сол себептен мен екінші бөлімін шығарып жатырмын. Достар, үшінші бөлімі шыққан қаласаңыздар, менде қазір 9 подписчик болып тұр, соны 11 қылсаңыздар 2 адам тіркелсе болды, үшінші сериясы шығады. Ал ендеше біз көп сөзбай бастаймыз. Мені қолдап лайк басып кетесіздер деген ойдамын. Енді тұрсаңшы, мен саған мама телефон апарып бер деп айтып жатыр дедім ғой. Ту бара жатырмын. Не болды сонша? Так. Анашым міне. Болды, бара бер. Жарайды. Алло, саламатсыз ба? Я Алматы қаласына бару керек. Не себептіден бару керек о жаққа? Жарайды, барамыз. Қашан? Ертең? Жарайды. Жұмыстарға байланысты. Жарайды. Барамыз. Айшын, мен саған бірдеңе айтуым керек. Айта берің. Ертең біз Алматы қаласына барамыз. Не себептіден? Ойға не үшін барамыз? Тоқтап тұрсаңшы, айтайын деп жатырмын ғой. Жұмыстарға байланысты барамыз. Неше күнге балдырып кетеміз бе? Алып кетеміз. Білмеймін, енді оны айтқан жоқ, көреміз деді. Енді ертең барамыз, соған киімдер дайындап қой. Жарайды, дайындаймын ғой. Жарайды. Сіз дайындатып қой. Жарайды. Балалар ұйықтаған болса, тұр шай дайындашы. Жарайды. Так, енді дайындайын тезде шайды. Болды, шай дайын, енді қыздар шақырайын. Шайға келіңдер. Тез болыңдар, шай суып қалады. О, шайға шақырып жатыр. Ой. Қыздарым, біз сендерге бірдеңе айтуымыз керек. Айта беріңіздер. Мен айтайын деген едіңіздер. Айта беріңіздер. Біз ертең Алматыға барамыз. Біз де барамыз ба? Жоқ. Біз жұмыстар бойынша бара жатырмыз. Және де ол жаққа неше күнге кетерімізді білмейміз. Және сол себептен сендер өздерің үйде қала бересіңдер. Балдарды алып кетесіздер ме? Алып кетеміз. Ертең анаң екеуміз кетеміз балдарменен. Окей, неге біз бармаймыз? Ғой. Енді ол жаққа айтып тұрсақ қой. Жұмыс бойынша барамыз. Болдық. Отын жинап аласыңдар. Сен тез киімдер дайында. Жарайды, қыздар, жинап аласыңдар. Тез киімдер дайындайын. Жанел, сен жинадасың, мен сенен үлкенмін ғой. Қайдағы үлкен, Анел? Екеуміз егізбіз ғой. Енді мен бірінші туылғам, сенен 2 сағат бұрын, одан кейін сен туылғасың. Сағатқа ма? Болды, сен жина. Мен не істесем екен? Жарайды. Жаттығу жасайыншы, одан да. Шап тұрмын. Жаттығу жасап алайын. Тұрайыншы. Достар, аттағызыққа мен білмейміз. Бірдеңке болса Жанел, бірдеңке болса Жанел. Мен басқа адам. Анам да Жанел, мынаны кетті. Не болды? Еще мен айтсам ештеңе істеп білмейді. Тарелка зорға жуып болдым ғой. Так, начальник төбеге қойын. Алдық. Ашып. Алайыншы Ферида. Так, губканы алайын. Сылқ қойсайын. Жуып болдым. Енді найган отырға тастайын.
тез апарып тастайыншы. Болды. Енді ес жоқ. Ғой арамы. Енді мен саған неден? Маған сөз қайтармай істейсің ба? Өзінше мен сені қинап ұры сияқтықандай сөйледің ғой. Бешдеймін, мама кеттім. Анашым, жетейінше мен де барсам бола ма? Жоқ, Жанелдің өзі біреусі қорқады. Тубы, Жанел. Өз Жанелді алып кетесіздер ғой. Әке, ертең мен де барсам бола ма? Жоқ, Жанелдің өзі қорқады. Айттым ғой бірдеңе болса, Жанел. Не болды Жанел деп? Ештеңке. Қой, ертең киіміміз мынау. Мынау болды. Және де болды, я. Балалардың киімін дайындау керек. Обед болып қапты ғой, мен жатамын. Неге сен оны жақтай бересің? Саған кедергісін тигізіп жатыр ма? Тигізіп жатқанда жоқ қой, тыныш отыра берші сен. Да, осы киіммен ұйықтай берейінші. Ал мен телефон құрбыммен сөйлесейінші. Мына жерге отырып алайыншы. Бір ыңғайсыз. Мына жерге отырайыншы, бәсе. Или кроватқа отырайын ба? Жарайды, кроватқа отыра салайыншы. Тұратын бір жерді тапқан жоқпын ғой. Қой, тез балаларды настырып алайыншы. Болды. Енді жаттықсайын. Анап келейін. Аха, енді сенікін тазалау керек пе? Так, мына бутылкаларын мына жерге қояқшы. Сенікін жауыстырып болдық. Жүре ғой. Жастықтарын ішуге қойын. Әкесі. Не болды тағы? Тасташы. Жарайды. Аха, мынаны тастап тұр менің нелерін. Ойыншықтарын дайындап алайыншы, отырғызамыз сосын. Мынаны алайын. Соны отырғызамыз. Міне. Енді ойыншықтар. Қуасың ба? Немене yaptың? Ой, жарайды, алып кете салайын. Болды. Қыздарға айтайын. Қыздар, не істеп жатсыңдар? Жай, мама, жай. Әнел ұйықтап жатыр. Ол да ұйықтай береді екен. Не болды? Біз қазір кетейін деп жатырық. Шықсын дейтсеңдерге бастық. Қазір жарайды шығамыз. 5-10 минут күттім. Не болды? Сонша айқайладың ғой. Біз қазір кетеміз. Болды естес. Не, ертерек айтпайсың ба? Қыздар тұрғызайын оданда. Я, тез тұрғыз бар. Қыздарым. Ой, мама, мені ақ тұрғыза бердер, не болды? Біз қазір кетейін деп жатыр. Шыңда деп, соған тез болмайды. Ертерек айтпай ма? Со ғой. Тез біз кеттік. Сен де тез өздеріңде отыра беріңдер. Балдар, тез дайындаңдар. Жанел, болыңдаршы. Бір. Дайын екен ғой, балдар. Сумка керек бізге, сумка. Мен сумкама сала беріңдерші десіз. Жарайды, дайындап қоямыз сіздерге. Балары, памперстері и ойыншықтарын салайық. Мына қояқта шашық қоймасын салайық. Болды, дайын ғой.
Я дайын уже. Болыңдар ма қыздарым, болыңдаршы. Міне телефондарың. Ту самандыр ма şimdi? Ту болды жана қоймаш. Так, соскаларын бері. Болды, баққа сау болыңыздар. Жарайды. Үйге қарап есікті құлтабаңдар. Жарайды. Анел жанел сендерге сендік. Я, біз келеміз енше үйге бір өткіргіп шақ. Кеттік. Мен кеттім. Қайда? Ту не ағалы? Қайда деп. Анел жинап баршы, Анел. Ту болды, өзі жинашы. Көреміз болды. Екінші менен ақша сұрауыма түсінбе. Бірдеңе болса Анел. Шылдырамақтар не жерде, я болды. Жарайды. Құтайшы мен. Чипсымды жеп, менде отырам. Отқанда кешіп кетіпті ғой. Я тамақтайындаршы. Мен тамақтайынды білем. Қайдан білесің? Ой, сен білмейсің ғой оның тарихын. Достар, мен тамағыма мән бермеңіздер, қышып жатыр. Аққа кеттік. Сен шай дайында. Сен маған көмектесеңші, тарелкалерді қойып. Аққа міне. Кофе или чай? Мен ба кофе іше саламын. Маған да кофе жазар. Жарайды. Болды, дайын, енді тест етіп дайындап алайық. Я не қуырсақ болады екен. Давайте жемістерді жей салайықшы. Тамақтандамай-ақ. Я мен де шаршап тұрмын, жаман шаршап тұрмын. Тарелкалерді қоя сал. Неге алдырасың осы? Қайдан білейін? Ке. Неме дейші? Қойш, сондай болды мане. Я кеше айтпеші, мен саған бір қызға дейін кеше кірачым біздің сыныпта. Бір баламен бір қыз төбелесіп қалды. Сосын қыз өзімен өзі келіп баланы түйе салып, бала жылап кетті ғой. Қош, бала жылап кетті ме? Қыздан таяқ жеп. Я, тыныш. Болды. Жарайды, нәр жинап алсақшы. Болдық. Жүрін жатайық. Я, енді ертең ойнаймыз. Бітпеш десек те жинамапты ғой. Ау, анашым. Қыздарым есікті құлтап, және де светтерді өшіріп жатыңдар. Анашым, біз қорқамыз ғой светтерді өшірсек. Жарайды, светтерді өшірмей қойыңдар, есік құлтап жатсаңдар болды, үйді жинап. Жарайды. Не дейді? Есікті құлтап светтерді өшіріп жатыңдар дейді. Бірақ біз қорқамыз дегеннен светті өшірмей қойыңдар деді. Жарайды. Қайырлы түн. Ту күтпейсің бе? Қайырлы түн. Достар, осымен екінші серияда аяқталды. Енді үшінші сериясын ертең шығаратын боламын.